Тарт қолыңды. Не шаман қызға ғана жете ма сенің? Абьюзер. Сен қалай шыдап жүрсің мынаған? Қалай көндігіп жүрсің? Қазірден осындай, ертең бар ғой, түстіп, жүнжістіп, қорқып жүреді ғой сені, білесің ба? Өтініш, қазірден бастап айналысып кете салшы мен. Саған любой жігіт қарайды. Мама. Мама? Сәл ауырады ғой деймін, бағана маған папа деген. Кімсің сен? Мен Азат террор. Атын сұрап жатқан жоқпын сен. Сөйле. Сен менің сөйлеген ғана білесің. Мен база бояған баласы емеспін ба Қызылағаштағы? Мен былтыр ғана Қызылағашқа бардым ғой. Олардың сен сияқты баласы барын көрген жоқ. Оқуда болған шығар мен может. Фотомды көрмедім ба сандықтың үстіндегі? Жоқ, көрмедім. Жәмила тәтелер қалай? Жақсы, шауып жүр. Қалай шауып жүр? Ол кісінің екі аяғын кесіп тастаған жоқ па? Екі аяғын кесіп тастағаннан кейін ол екі қолмен тез жүріп үйреніп алды. Мен трагедияны қайдаға еске салып. Ой, жаным, кешір. Қалайсың өзің, жарайды? Жұмысың, оқудасың ба? Мамандығың қандай? Мамандығым маркетолог. Иә, реклама, анау деген. Реклама дейсің ба? Реклама дейсің ба? Бізге жұмысқа осындай адам керек еді. Жұмыс істеуге қалай қарайсың? Бауырым, миымды ашпаш, пожалуйста. Итак, мен жақта ситуациядан шыға алмай қиналып тұрмын мен. Наргиз! Мал, сен емес пе таңертең менің артымнан ұрған? Сол таңғажайып артсыздікі ма? Ей, кетші бар, мал. Сендер қашан танысып үлгергенсіңдер? Не істеп қойды саған ол? Сосын айтып берем. Жүр, кеттікші. Жүр. Қызға қол көтеруге болмайды дейсің ба? Жұмыс керек болса ма осындамын. Көреміз.